достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Айым. Бүгін сіздермен Израиль халқының ең сүйіп жейтін таңғы бірі шакшуканың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл таңғы асты менің де отбасым жақсы көреді, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал ендеше кеттік, бастайық. Ең алдымен барлық көкөністерді турап дайындап аламыз. Қызанақтан бастаймыз. Қызанағымызды дәл видеодағыдай пышағымыздың көмегімен крест қып кесіп тіліп шығамыз және жеке ыдысқа салып, оның үстінен қайнап тұрған ыстық суды құйып, шамамен 3-5 минутқа жеке қойып қоямыз. Оған дейін пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Пияздан кейін сарымсағымызды дәл солай ұсақтап турап аламыз. Сарымсақтан кейін бірден ащы чили бұрышын 3-4 тілімін турап аламыз. Ендігі кезекте болгар бұрышын ұсақ көбек қылып турап шығамыз. Дәл осы уақытта бағанағы қызанақтарымызды ыстық судан алып, суық суға тағы 1-2 минутқа салып аламыз. Енді қызанағымыздың қабығын аршып аламыз. Яғни ыстық суға, одан кейін суық суға салғандықтан қабығы оңай аршылады. Енді осы қызанағымыздың тең жартысын, яғни 2-3 туғын бөліп блендерге салып блендерлейміз. Қалған 2-3 туғын дәл болгар бұрышы сияқты қылып көбіктап турап аламыз. Ең алдымен табамызды орташа отқа қойып, оның үстіне зәйтүн, не болмаса өсімдік майын құйып қыздырып аламыз. Одан кейін оның үстіне пиязды салып, шамамен 2-3 минут қуырып аламыз. Одан кейін оның үстіне сарымсақты саламыз, оны 1 минуттай қуырамыз. Одан кейін оның үстіне ащы чили бұрышын қосып, оны да жарты минуттай қуырып аламыз. Енді қуырылып жатқан пиязымыздың үстіне болгар бұрышын салып, 1-5-6 минуттай қуырып аламыз. Қуырылып жатқан болгар бұрышымыздың үстінен ұсақтап туралған қызанағымызды қосып, шамамен 1-2 минут қуырып аламыз. Одан кейін оның үстіне блендерден өткізілген қызанағымызды қосып, жақсылап араластырып, оның үстінен бірден дәмдеуіштерін салып, шамамен тағы 1-2-3 минуттай отта қуырып аламыз. Енді жұмыртқамызды бір-бірлеп саламыз және бірден отын баяулатамыз. Яғни біздің тағамымыз баяу отта бұғып пісуі қажет. Шамамен 10 минуттай бұғып пісуі керек. Піскеннен кейін бетіне аз көк, не болмаса осындай жасыл пиязды салсаңыздар болады. Осымен біздің тағамымыз дайын, өте дәмді болып шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге тәтті әлемде сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта кездескенше.